Біздің арамызда кім жер бетіндегі ең романтикалық, сиқырлы және әдемі қала Парижде болғысы келмейді? Мұнда сіз Елисей алаңдарымен серуендеуге және Париждің ең танымал көрнекті жері Эйфель мұнарасына, Сенаның сол жағалауында орналасқан әуе торлы сұлулығына таңдана аласыз. Өзінің құрылу тарихынан жоба авторы өз жайғаны 300 метрлік мұнара деп атаған Эйфель мұнарасы француздардың 100 жылдығына арналған 1889 жылғы дүниежүзілік көрменің уақытша құрылымы ретінде ойластырылған. Идея қалай туды? Қала билігі Францияның мақтанышына айналуы мүмкін ең үздік сәулеттік құрылымға байқау жариялады. Сонымен қатар, ғимарат кіріс әкеліп, кейінірек қажетсіз деп оңай бөлшектелуі керек болды. Инженер Густав Эйфель 300 метрлік темір мұнараның жобасын Париж бөлігі мақұлдаған комиссияға ұсынған. Құрылысқа 8 миллиондай франк қажет болды. Мемлекет Эйфельге небәрі 1,5 миллион бөлді. Инженер қалған соманы өзі салған мұнараны 25 жылға жалға алу шартымен және жеке қаражатынан беруге келіскен. Келісім жасалып, құрылыс 1887 жылы басталды. Ол көрменің ашылуының уақытында 2 жылда аяқталу керек еді. Құрылыс тарихы және жобаның бірегейлігі мұнара ең қысқа мерзімде салынды. Арада 2 жыл 2 ай 5 күннен кейін 300 жұмысшының күшімен оның құрылысы аяқталды. Темір ханым париждіктер атағандай, балалардың құрылыс жинағы сияқты жиналды. Алдымен тіректер салынды, содан кейін олар платформалар арқылы қосылды. Құрылыстың жылдам қарқыны барлық металл бөлшектерінің абсолютті дәл өлшемдерін көрсететін тамаша орындалған сызбалармен түсіндіріледі. Осы уақытқа дейін Эйфельдің сызбалары идеалды болып саналады. Енді олардың көмегімен темір сұлудың дәл көшірмесін жасауға болады. Құрастыруға 38 металл бөлшектер және 2,5 миллион тойтармалар қажет болды. Мұнараның биіктігі 80 қабатты ғимаратқа тең. Оның үлкен өлшемдеріне қарамастан, ол бүкіл құрылымның салмағы 10 000 тонна болса да, шілтерден тоқылғандай жеңіл және талғамбас болып шықты. Жабын бояуының салмағы 57 тоннаны құрайды. Құрылыс өте мұқият жүргізілді. Үлкен шұңқыр қазылды. Оған мұнараның әр аяғының астына 4-10 метрлік блоктар орнатылды. Арнайы гидравликалық домкрат блоктарын мінсіз тегіс болуын қамтамасыз етті. Барлық соғылған темір бөлшектер Эйфельдің жеке зауытында жасалған. Жердегі бірнеше бөліктер бір блоктарға жиналды және оларға тойтарма розеткалары алдын ала бұрғыланды. Бұл блоктардың әрқайсының салмағы 3 тоннадан аспады. Бұл биіктікте орнатуды жеңілдетеді. Мұнараны тұрғызу кезінде Эйфель сондай ерекше құрылыс трюктерін қолданды. Сондықтан таблоидтық баспасөз оны психиатриялық диспансерге жібереді деп болжады. Ол болашақ лифттердің, рельстерін жоғары жылжытатын шағын кран орнатты. Бұл құрылымдардың биіктікте көтерілуін жылдамдатып, мұндай көп қабатты құрылыс кезінде апаттардың болу мүмкіндігін жойды. 1889 жылы 31 наурызда Эйфель бірінші лифтке дайын шенеуніктерді шақырды. Ол үшін 1710 қадамды еңсеру қажет болды. Мұнара оның салған инженердің атымен аталған. Ол кезде оның есімін асқақтатып мәңгілікке қалдыратын елестете де алмайтын. Архитектуралық ерекшеліктері Эйфель мұнарасының негізі. 60 метр биіктікте арқа арқылы жалғасқан 4 тірегі бар пирамида. Оның үстінде қабырғалар 65 метр болатын 4 бұрышты платформа бар. Бұл бірінші қабат. Бұл платформадан келесі 4 тірек көтеріледі. 116 метр биіктікте олар басқа қойманы құрайды. Оның үстінде екінші платформа бар. Біріншіден 2 есе кіші шаршы. Бұл екінші қабат. Екінші платформадан көтерілген тіректер бірте-бірте қосылып, биіктігі 190 метр алып бағанды құрайды. Бұл үлкен штангада жерден 276 метр биіктікте қабырғалары 16,5 метр болатын 3-ші шаршы платформа бар. Үстінде күмбезі бар маяк бар. Ал оның үстінде 300 метр биіктікте шағын 1,5 метрлік платформа. Мұнараның 3-ші қабаты бар. Эйфель мұнарасының биіктігі бүгінде 324 метр. Оған орнатылған теледидар антеннасының арқасында. Мұнара Париж жұртшылығының эстетикалық талғамына жақсырап жауап беру үшін сәулетші Стефан Саувестер негізгі тіректерді таспен жабуды және оларды өрнекті арқалары бар
бірінші қабаттың платформасымен байланыстыруды ұсынды. Сондай-ақ еденге кең жылтырылған бөлмелерді орналастырыңыз. Үстіңгі бөлігін дөңгелек пішінді беріңіз және оны безендіру үшін әртүрлі сәндік элементтерді қолданыңыз. Эйфель мұнарасының іргетастарының төрт жағында 72 көрнекті француз ғалымдары мен инженерлерінің, соның ішінде Темір ханымның дизайны және құрылысына қатысқандардың есімдері қашалып жазылған. Француздарға Эйфель мұнарасы неге ұнамады? Қазіргі уақытта Парижде Эйфель мұнарасы ешкім елестете алмайды. Бірақ әрқашан олай болған жоқ. Ол салынғаннан кейін көптеген қала тұрғындарының наразылығын тудырды. Париждік богемиялықтар күлкіні мұнараны мына ебедейсіз қаңқаны алып тастауды талап етті. Олар оны шіркін дәмсіз үлкен темір құбыр, көше шамы және тесік шырақ деп атады. Көпшілік мұнараның көлеңкесіне ашуланып, қаланың кез келген жерінен көрінетініне де ренжіді. Үнемі бірінші қабатта ашылған мейрамханаға түскі ас ішуге келетін атақты француз жазушысы Ги де Мопассан неліктен осында тамақтанады деген сұраққа үзілді-кесілді жауап берді. Бұл қаладағы Эйфель мұнарасын көре алмайтын жалғыз жер. Бірақ көрмеге келушілер және елорда қонақтарына ерекше құрылым қатты ұнады. Табыс саңырау болды. Бар болғаны 6 айдың ішінде оған 2 миллион адам келді. Осы уақыт ішінде құрылыс шығындарын толықтай дерлік өтеп шықты. Құрылымды 1909 жылы салынғаннан кейін 20 жыл өткен соң бөлшектеу жоспарланған болатын. Бірақ таңғаларлық коммерциялық табыстан кейін мұнара мәңгілік тіркеуге ие болды. Оның миын пайдалану Эйфельге көп ақша келді. Уақыт өтіп, барлық наразылықтардың бекер екенін дәлелдеді. Ал Эйфель өз жауларын жанкүйерлерге айналдыра алды. Мұнара Эйфельдің ерекше шақыруын қабыл алып, мұндағы бұлттағы концертті ойнауға келіскен опера композиторы Чарльз Гуноның концертінен бұрын-соңды болмаған жарнамаға ие болды. Жұмысшылар ұжымы композиторын фортепианосын 376 метр биіктікке жеткізіп, концерт тыңдаушыларды таңғалдырды. Эйфельдің өзі скептиктерді жеңу үшін жоғары қабатта өзінің жеке кеңсесін орнатты. Эйфель мұнарасы Астананың меншігіне өткенде бөлшектеу тоқтатылды. Ол телефон және телеграф байланыстары мен радиостанцияларды орналастыру үшін белсенді түрде қолданылды. 1935 жылдан бастап телебағдарламалар тұрақты түрде көрсетіле бастады. Неліктен бүгінгі күні мұнара қызық? Бүгінгі күні Эйфель мұнарасы Париждің басты көрікті жері болып табылады. Туристердің көпшілігі әрқашан оған таңданады. 120 жылдан кейін ол Париждегі ең биік ғимарат және бүкіл Франциядағы 5-ші ең биік ғимарат болып қала береді. Құрылым өзінің керемет көлеміне қарамастан, жерге орындықта отырған адамның қысымымен бірдей қысым жасайды. Туристер үшін ақпарат. Жаяу жерде билет кассалары, брошюралар және буклеттер бар, ақпараттық үстел бар. Құрылымның әр қабатында кәдесыйлар дүкені бар. Туристер үшін снэк бар және пошта бөлімшесі бар. Бірінші қабатта келушілерді Эйфель мұнарасының құрылысы туралы фильмдер көрсетілетін мейрамхана мен орталық қарсы алады. Сондай-ақ жоғарғы қабаттарға және Эйфельдің кеңсесіне апаратын ескі бұрандалы баспалдақтың фрагменті бар. Солтүстік жағынан келе жатқан келушілер оны жасаушының Эйфель 1832-1923 деген қарапайым жазуы бар алтын жалатылған бюстін көреді. Екінші шолу алаңында Жюль Верн мейрамханасы және су басқан шағын сырғанақ бар. Келушілердің басым көпшілігінің басты мақсаты 3-ші деңгей. Оған лифттер көтеріледі. Оның терезелері арқылы Парижді тамашалауға болады. Қалағандар 1792 баспалдақпен көтеріле алады. Үстіңгі қабатта талғампаз барда сіз қымбат шампанмен көтерілуіңізді тойлай аласыз. Оның бір стакан біздің ақшаға шамамен 3000-4000 теңгедей болады. Мұнарада радио және теледидар бағдарламаларын таратуға арналған бірнеше ондаған сызықтық және параболалық антенналар бар. Маяктың жарығы 10 шақырым жерде көрінеді. Құрылымда ұялы телефон мұнаралары мен атмосфераның ластануы мен радиациялық фондық туралы деректерді жазатын бірегей метеостанция бар. Түпнұсқа жарықтандыру. Құрылыс аяқталғаннан кейін бірден мұнара түрлі түсті шамдармен жарқырайды. Жоғарғы жағында француз туының түстерімен жарқыраған маяк орнатылды. 2 прожектор және 10 000 газ шамы. 1900 жылы құрылым
электр шамдарымен жабдықталған. Ал 1925 жылы Citroen компаниясының иесі оған үлкен жарнама орнастырды. 125 мың шамның көмегімен мұнараның өзі, зодиак, шоқ жұлдыздарының суреттері, сонымен қатар әйгілі француз автомобиль концернінің өнімдері кезектесіп пайда болды. Уақыт өте келе Эйфель мұнарасын жарықтандыру бірнеше рет жаңартылды. Ақшаны үнемдеу мақсатында 2015 жылы электр шамдары жарық диодты шамдарға ауыстырылды. Қалаға түн түскенде Париж символы мыңдаған кішкентай шамдармен жанады. Бұл сөзбен жеткізу мүмкін емес сұлулықтың көрінісі. Одан көзді алу мүмкін емес. Әдетте мұнара алтын шамдармен жарқырайды. Бірақ ерекше жағдайларда немесе аза тұту шараларында ол әртүрлі елдердің туларының түстеріне боялады. Алдағы оқиғаны бейнелейтін жазулар жобаланған. Кешке жарық шоуы жарықтандыру әр сағат сайын 10 минут бойы жалғасады. Мұнараның патенттелген түсі өзінің өмір сүрген уақытында мұнара сары және қызыл қоңыр түсті болды. Бүгінде оның қола түсі ресми түрде патенттелген және Эйфель қоңыр деп аталады. Косметикалық жөндеу жұмыстары 7 жыл сайын жүргізіледі және 1,5 жылға созылады. Әр жолы бояудың ескі қабаты жоғары қысымды бу көмегімен толығымен жойылады. Мұқият тексеру кезінде жарамсыз бөлшектер жаңасына ауыстырылады. Осыдан кейін мұнара 2 қабат бояумен жабылған. Бұл үшін 57 тонна қажет. Түс барлық жерде біркелкі емес. Ол қола түстің әртүрлі реңктермен боялған. Түбінде қараңғыдан ең жоғарғы жағында ашыққа дейін. Бұл құрылым аспанға үйлесімді көріну үшін жасалады. Бір қызығы бүгінде бояу щеткалармен де қолданылады екен. Бүгінде мыңдаған адамдар атақты жердің фонында суретке түсуде. Барлық ғашықтар ұмытылмас сәттерді бірге өткізу үшін оған ағылады. Әрбір қыз өзінің сүйіктісі оған үйленуге ұсыныс жасайды деп жасырын түрде үміттенеді.